Ал Петропавлдағы достық үйінде Коперник поляк мәдени орталығы өкілдерінің ой тастауымен «Сердце на ладони» атты концерт өтті. Ұйымдастырушылар аталмыш кешті Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20 жылдығына және Польшаның тәуелсіздік күніне арнаған. Қазіргі таңда Солтүстік Қазақстан облысын 16 мыңнан астам поляк мекен етуде. Бұл Қазақстанда тұратын осы ұлт өкілдерінің жартысы. Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20 жылдығы мен Польшаның тәуелсіздік күнін атап өту үшін кездесуге түрлі ұлт өкілдері келді. Бағдарламаға астаналық қонақтар Юлия Серватинская мен Ринат Дусумов та қатысты. Олар қазақ, поляк және украин тіліндегі әндерді шырқады. Ринат Дусумов ұлты татар болғанмен, ішкі жан дүниесі поляк екенін жасырмады. Когда-то меня пригласили в польскую организацию. Кезінде мені поляк ұйымына бір ән орындап беруге шақырған болатын. Негізі өзімде Солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданының тумасымын. Атанам осы күнге дейін Ясная Поляна ауылында тұрып жатыр. Онда поляктар өте көп, шағын Польша деуге болады. Қоршаған ортада менің тәрбиеме өзіндік үлесін қосқан шығар. Біздің туыстарымыздың да арасында поляктар бар. Сахнада жергілікті поляк мәдени орталығының өкілдері де өнер көрсетті. Сергей Климошин нөмір 17-ші ұлттық өркендеу мектеп кешенінде білім алады. Осы жерде 1-ші сыныптан бастап поляк тілін меңгеріп келеді. Язык является одним из сложных, но для меня он дается легко. Тіл үйрену өте күрделі, дегенмен мен үшін аса қиын емес, себебі поляк тілі славян тілдерінің тобына ұқсас. Бүгін махаббат туралы ән орындаймын. Концерттік бағдарлама қатысушыларының айтуларынша, көп ұлттылық бұл мемлекет құндылығы. Ал Қазақстан мен Польша арасындағы достықтың нығая түскені өскелең ұрпақ болашағы үшін маңызды. И мы являемся частичкой польского, 60 миллионного польского народа. Біз 60 миллиондық поляк халқының бір бөлігі болып табыламыз. Өзіміздің тарихи отанымыздан шекарасып жүрсек те, аталмыш шарадан шет қала алмадық. Себебі бұл барлық поляк халқы үшін маңызды мереке. Концерттік бағдарлама поляк мәдениеті фестивалінің аясында өтті. Оған облыстық әкімдік аппаратының қоғамдық келісім мемлекеттік мекемесі қолдау көрсетті. Фариза Жазитова, Дарья Дмитриенко, Азамат Жантурин, Ақпарат.